есімім Сапағайдана Сұлтанқызы, Нұр болашақ мектебінің химия пәнінің мұғалімі боламын. Бүгінгі тренингте алған менің тақырыбым модельдеу элементтері негізінде химия пәнін оқыту. Жалпы не үшін мен бұл тақырыпты алдым? Себебі қазіргі кезде бүкіл әлемге бәсекеге қабілетті бола алатын білім экономикасына жету үшін біз сабақ беру барысында сабақта әртүрлі жиі немесе модельдеу элементтерін қолданып сабақ өтетін болсақ, оқушылардың білімі артып, теориялық жалпы мүмкіндіктері көрсетілген. Енді мақсаты неде? Бізде модельдеу элементтері негізінде мектепте және жоғарғы оқу орнында химия пәнінің ерекшеліктерін айқындау және оған бірнеше міндеттер қойылды мақсатқа жету барысында. Оның бір міндетін айтатын болсам, химия сабақтарында модельдеу элементтерін қолдану және ол арқылы сабақ өтудің мүмкіндіктерін арттыру, оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру анықтау болып табылады. Және бізде мына жерде өзінің сабағында химия пәнінде модельдеу элементтерін қолданып, әртүрлі сабақ өтілген сабақ барысын салдым. Оқушылар қолдану арқылы химияға деген өздерінің белсенділіктері, яғни қызығушылықтары артты. Келесі слайдта бізде қолдануға негізгі платформаларды қойып кеттім. Бұл жерде бізде Virtual Lab бағдарламасы, Himlab және Educa Play бағдарламалары. Енді мына жерде менде Virtual Lab бағдарламасы көрсетілген. Бұл бағдарлама бойынша бізде егерде барлық мектептерде зертханалық кабинеттер болмаған жағдайда осындай арнайы тақталар арқылы әртүрлі жұмыстарды оқушы жасай алады. Енді келесі слайд бойынша қолдануға негізгі әдіс тәсілдер. Бұл жерде ғалымдар инфографикасы әдісі, яғни бір тақырыпқа байланысты атсалысқан ғалымдардың бірнеше суреттері жинап, сол ғалымдардың сіңірілген еңбектері көрсетіледі және фишбоун әдісі, кодтау және пазл әдістерін қолдандым. Жалпы қорытындылай келе, тек қана химия сабағында емес, басқа кез келген пәнде де әртүрлі жиі технологияларын және сондай-ақ модельдеу элементтерін қолданып, оқушылардың сабаққа деген белсенділігін арттыруға болатындығы дәлелденген.